Шоқыр мен Байбағыш бұл жолы ағасының ойынан шықты. Бір жыл ішінде бәрін бітірді. Барлық тайшының тілін тапты. Алдайтынын алдады, мақтайтынын мақтады, кішірейтініне кішірейді. Әй, осы көнбейді-ау деп күткен күнделерінің өзін бері қаратты шіркін. Сөйтіп, әуре сарсаң болып жатқанда Есім хан созылмалы ауруға ұшырапты деген сыбыс құлағына жетіп, Қонтайшыға дүние оң қабақ бере бастағандай көрінді. Өлсе екен тезірек деп тіледі. Арланның өзімен алысқаннан гөрі бөлтірігімен арпалысқанды ұтымды санады. Енді талайдың өлімі мен Есім ханның ауырғанын да пайдаланып бақты. Адам деп аямай қорлап өлтірді. Айуандықпен өлтірді. Өсіп қорлана береміз бе, әлде өзімізді қорғай алатынымызды, кек алу қолымыздан келетінін көрсеткеніміз дұрыс па дегенінде құрылтайға қатысып отырған тайшылар мен барлық нояндар орындарынан қарғып тұрып, кек аламыз. Жалпы қалмақ жиынын өткізген соң батырдың көңілі біраз жайланғандай болды. Бірігейік дегеніне ешкім ашық қарсы шықпады. Айтқанына көнді, дегеніне жүрді. Тек күнделен тайшы ғана бірігейік, бірақ көрші отырған қазаққа көрінген нәрсені сылтауратып тиісе бергенді қояйық дегенді ескертті. Ол өзі Есім хан мен ежелден тату, екеуі дос. Сондықтан оның ойлағаны өз қамы. Ең бастысы, өзге тайшының бәрі өзін қолдайтынына көзі жетті. Еділ бойына кеткен қалмақтар да дүбірге қосылды. Бұл үлкен жеңіс жынына тие берсе, қазақтармен қосып, күнделеннің өзінде бір күні жәукемдей салады. Елдің алды қыстауға көше бастаған суық күзде көптен бері төсек тартып жатқан Есім хан қаза болыпты деген хабар құлағына тигенде батыр Қонтайшы бағым жанды деп қуанды. Бақталас заманның бағамы солай, біреу өлмей, біреу күн көрмейді. Қазақтың қайғысы, қалмақтың қуанышы. Талайды талға байлап өлтіргені үшін қарғысқа ұшырапты дегенді Қонтайшы тағы айтты. Ол сөзінің көп ұзамай талайдың ұлы Сожының құлағына жететінін біліп те айтты. Ол да елді біріктіретін әдіс. Қыс ішінде Қонтайшыға інісі Шоқыр тағы бір жаңалықты жеткізді. Ұзақ батырдың қатыны Қырғыз Орайке дегеннің қызы екен, ал Табай Көтен деген батырлар Орайкенің жақын туыстары, ал Түрген Тоғайда қаза болғанның бірі Орайкенің бір баласы екен. Жәңгірдің тамақта қай жерде қандай жағдайда жатқанын Қарасайға біліп бергенде сол Орайкемен балалары болып шықты. Қазақтардың ішінен іздеп, әуре болсын деп, Ақай Тоқалды да солар тығып ұстап отыр екен. Енді баласы Түрген Тоғайда өлген соң Орайке содан өшін алып жүрмесе, Ақай әзірше өлмепті де, әлі ешкімге тимепті де. Жауы анықталған соң батырды ыза болықтырды. Қырғыз бен қазақты тапап, жайпап өтетін бұдан былай бас көтерместе қылатын жойқын күш жинауым қажет деп тепсінді. Өйткені өмірі бітпейтін итжығыс тіршілік емес. Біресе жеңесің, біресе жеңілесің, келесіде қайтер екем деп күтіп, көпті боласында жүресің. Қырғыз бен қазақты қосақтап қойып қырмаса, қалмаққа олардан тыныштық та жоқ. Қонтайшының ызасы да басылмайды. Кең маңдайын бір сипап, кемел ойға жетек деген басын екі сипап, кең мол денесін ықшам көтеріп, батыр есік алдына шықты. Көп ұзамай қалмақтың ұлы көсемі болатынын болжап, рахаттана бір жымиды. Оның ойынша, елік дегенің бір бәле, қатыныңнан да
тіпті балаңнан да тәтті ғой шіркін. Осым дұрыс болады-ау деп біліп те, сеніп те тұрасың. Бірақ билігің болмаса, ол ойыңды қалай орындайсың? Билігі болмаса, мына қалың қалмақтың басын біріктіре алар ма еді? Батырдың бұл жолы ойға алған мақсаты біреу-ақ: қырғыз бен қазақтың үнін бір жолата өшіру. Сөйтсе ғана қалмақтың бағы ашылады. Біздің басты күшіміз бірігу деген. Оран мен қазаққа қарсы шешуші шайқасқа шығады. Сөйтудің сәті де келіп тұр. Қазақтың қазір ханы жоқ, қырғыздың әлі жоқ. Осы түсіндіріп айтқанында ойын ұққан тайшылар айтқан күніңде айтқан жеріңе жиналамыз, атқа мінуге жарайтындарды түгел әкелеміз десті. Бірігу деген осы деп масайрады қонтайшы. Енді тек осы бірігудің жемісін жейді. Ахайдан айрылғалы 6 жылдың 100 болыпты. Халықты қайтсем аузыма қаратам деп жүріп, соншама уақыт өткенін тіпті ескермепті. Енді кезегі келген сияқты Шоқырды шақырып алып ақылдасты. Көктемге дейін 50-60 мың қол жинай аламыз ба десті төтесінен. Шоқыр ағасының бетіне ажырая қарады. Ахайдың қайта екенін анықтағалы бері ағасының әбігерленіп жүргенін сезетін. Қырғызға қарсы соншама қолдың қажеті қанша? Қонтайшы қабағын шытты. Ұнатпады. Өкпелеп қалған адамшы үндемей ұзақ отырды. Тіпті қасында Шоқыр отырғанын ұмытып та кеткен секілді. Бір кезде қатқыл жөткірінді. Қырғызды шауып алудың қиын емесін мен де білем деді. Шоқырдың бетіне жеке қарап. Қырғызға тиссең, оған қазақтың килігетінін де білем. Ондай бауырлық бізде жоқ. Бізде бақталас көп. Сондықтан қырғызды шапсақ, қазақты қоса шабамыз. Тоқпаққа дейін қазақты қырып бармағанда аспанмен ұшып барамыз ба? Қазақ сонда өзі-ақ келіп тұзағымызға түседі. Қырғызды шапқанымызды білген соң, көрген соң көмек жібереді. Көмек ешқашан көп болмайды. Былайша айтқанда, барлық әскерін жібермейді, аз ғана бөлігін жұмсайды. Біз оны қырғыздармен қосып қырып салсақ, айналып келгенде қазақтың да қолы азаяды. Қазақ болғалы Есім ханның ағасы Тәуекел хан ғана 100 мың әскер жинай алған. Тәуекел 100 мың қолмен Ташкентті қазаққа қаратып алды деп әкем айтып отыратын. Ал менің білетінім, баяғыда Есім хан Қара ертістің бойында талай тайшыны 30 мың қолмен алқандаған. Соның бәрін ой таразылап қарасам, дәл қазір қазақ пен қырғыз біріккенде де 30 мың, 40 мың қол ғана жинай алады. Оны еркін жеңу үшін біз 50 мың қолдан кем әскер жинамауымыз керек. Және оларды бөлшектеп қыру үшін алдымен қазақты емес қырғызды шабуымыз керек. Сонда қазақ пен қырғыздың жарты әскерін қырғыз жерінде, жарты әскерін қазақ жерінде екі бөліп быт-шыт қыламыз. Солай емес пе? Ол ойың дұрыс екен. Оның үстіне қатынымды осыншама уақыт жасырып келген қырғыздан кек қайтаруым да керек қой. Жазаланбаған жау кеудесін көтеріп жүреді, ал жазаланған жау алдыңа еңкейіп кіреді. Сондықтан 50-60 мың қол жинау деген сөз жауды дүдәмәлсіз жеңу деген сөз. Ал сен қалай ойлайсың? Дұрыс, мен де солай ойлаймын. Ендеше қайшылармен тез арада сөйлесіп шық. Көнбегенін маған айт. Құп болады. Бір нәрсе есіңде болсын. Ахай маған жүкті екенін айтқан. Шамалауымша, аман есен болса балам алдыға келуі керек. Оны жау қолынан құтқару менің әкелік борышым болса, сенің бауырлық борышың. Әлде олай емес пе? Тұп-тура солай.
ендеше қазірден бастап қол жинауға кіріс. Ұрыс керісті де, ақыл айтумен, ашу шақыруды да, кей күш көрсетумен, кейде қолық істеуді де бір кісіде білетін Шоқыр ағасының айтқанын айнытпай орындады. Тек баяғы күнделен тағы бір кібіртіктеді. Есім екеуміз ертеде дос болып едік. Жәңгір менің өкіл баламдай, оған қалай қарсы барам депті. Дей берсін, қазақты құртса ұзамай оны да құртады. Қобық сауырға орыстардың сарай салып жатқанын көріп, талайдың сожы бастаған балалары да бүлік шығарыпты. Әкеміз Қонтайшы үшін жанын қиды, ал Қонтайшы оған берген уәдесін бұзды депті. Қазір оларды дереу жазаласа, ел іші дүрлігіп кетуі мүмкін. Не де болса қазақ пен қырғызды бағындырып, келген соң екеуінің де жазасын берер әлі. Көтіне қарамайды екен ау адам. Қарсыласатындай Қонтайшыны бұлар кім деп ойлап жүр екен? Көздеріне көк шыбын үймелетер әлі. Үш қосып, қуатын арттырама десе, қай-қайдағыны сылтауратып, ызасын келтіреді. 50 мың қол жинаған Қонтайшы қой жылының көкек айында қазақ жеріне басып кірді. Алдымен хан Тәңірінің төңірегін жайлап отырған Албан тайпасын тұтқиыл шапты. Қалмақтан қауіп барын біліп, сақ отырса да, мұншама мол қолға олардың қылатындай айласы жоқ еді. Атқа мінген аз ғана топ қаша соғысып жүріп ақ қырылды. Тағы бір топ іленің оң жағалауына өтіп, суан бауырларын сағалады. Қалмақтың көптігі сондай, Қарқара мен Қолық тауының арасы шеру тартқан қалмаққа толып кетті. Топан судай тапап келе жатқан жауға қарсы шықпақ тұрмақ, ел есінде жи алмай қалды. Албандардың қарсылық көрсете алмағанын көріп Қонтайшының көңілі жайлана түсті. Демек, бұл шабуылға дер кезінде шыққан қазақта қарсыласар дәрмен жоқ. Ханы өлгелі 3-ші жылға айналса да, жаңа ханын сайлай алмай отырғаны бекер емес. Араларында алауыздық жайлаған. Қарқара жайлауын көріп, кеңдігі мен көркіне қызыққан Қонтайшы осы араға аз күн аялдағысы келді. Қазақтардың жуық арада қол жинай қоятын жағдайы жоғына көзі жетіп, аялдаңдар деп аузын аша бергенде көз ұшынан жалғыз атты біреу жер астынан шыға келгендей шошаң ете қалды. Шошайған найзасы мен асынған садағына қарағанда жай адам емес, жауынгер. Ұйықтап қалып төбірден оянып кеткен неме секілді. Қалың қолды көріп тұра қашатын шығар деген әлгі неме керісінше әй-шәй жоқ, бұларға қарсы шапты. Не соңында, не жанында ілескен ешкім жоқ, жалғыз өзі құйындатып келеді. Қонтайшы да 50 мың қолда тым-тырыс, аң-таң, жынды ма әлде жын ба? 200 қадамда жерге дейін шауып келіп кілт тоқтады. Жап-жас жігіт, дулығасы басында, қылышы белінде, алдын ала дайындалғаны көрініп ақ тұр. Демек, ол жынды емес, жын да емес, есі дұрыс қазақ. Ит қалмақ, деді найзасын көкке шаншып. Дауысында діріл жоқ, зіл бар. Мен Шыңғыс ханның ұрпағы Шапақ деген қазақпын. Иесіз ел, иесіз жер бар деппеңдер. Қайда Қонтайшыларың? Шықсын менімен жекпе-жекке. Жекпе-жек, батырдың қаны басына тепті. Мына қазақ кімді басынады? Шап ана иттің басын, деді інісін шақырып. Жалғыз аттыға қарсы Шоқыр шоқыта жөнелді. Ей ақымақ қазақ, деді найзасын кезеп. Дайындал олай болса өліміңе. Қазақ еш кідірмей қарсы шапты. Шақ етіп найзаға найза соғылды. Қазақтың шабдар аты қалмақтың күреңіне қарағанда қораштау көрінеді. Оны Қонтайшының көзі бірден шалды. Сволыш атты жақсы білетін болып тұр ғой. Шоқырдың жеңетініне сенді.
аты мықты батыр жеңетін батыр. Қазақ қайта бұрылғанда Шоқыр оған жақындап та қалған. Оның оң жағына шығу үшін тізгінін тарта берген қазақты оң бүйірден бір түйреп өтті. Қайта қайырылып шапқанда қазақтың оң иығы қисайып қалғанын тағы байқады. Шоқыр ышқына ұрғанда қазақтың найзасы қолынан ұшып кетті. Жан дәрмен қылышын суырып үлгерді. Шоқырдың найзасын қақ бөлмек болып сілтеп еді, оған қауқары жетпеді. Шоқырдың найзасы кеудесіне келіп қадалды. Қырш еткен дыбыс Қонтайшының айызын қандырды. Інісі алда тұрған ұлы жеңгесінің шымылдығын ашты. Қазақ пен қырғыз оның ойынша бұдан былай бұған бақталас емес, бір жола бодан болады, қырады, қырылғаннан қалғаны құл болады. Бұл жолы батыр бұл арадан кетпей жеңілген елдің желкесіне мініп отырады. Қаратап алған жеріне қалмақтарын қоныстандырады, ұлын құл, қызын көң қылады. 15 жыл өткенде құл боп жүрген қазақтар да қалмаққа айналады. Сөйтіп қалмақ құл есебінен де көбейеді. Сұлап жатқан қазақтың қасына келіп Қонтайшы оның бетіне үңіле қарады. Әлі жаны шықпай ыңырсып жатыр екен. Көзі жұмулы, қабағы түйілі, қылышын әлі қолынан шықпапты. Қарғып тұрып қарсы шабатындай өлетінін білмеді ме екен бейшара? Әлде қазақтар өлудің өзін елік санай ма? Бір қазақтың өліміне бола бүкіл қолы ойға шомып қалғандай көрінді. Қарада біраз аунап қонағысы келген Қонтайшы ол ойынан айнып ертесі-ақ ілгері жүріп кетті. Жалғыз атты жауынгер көңіл күйіне кәдімгідей кірбің түсірді. Саты жайлауында біраз аялдады. Қазақтардан еш қарсылық көрмеген соң тайраңдап, сайраңдап, әбден есірді бұл сыболшы. Таңдап, еті тірі жігіттерді түгелдей тұтқындап алды. Онысы Шоқырға ұнамады. Ол тұтқындар өзімізге қол байлау болады ғой, әуелі қырғыздарды қаратып алайық та деді. Қонтайшы басын шайқады. Қол байлау болса, бола берсін. Біз қырғыздарды шабуға кеткенде бұлар артымыздан қол жинап қарсы шығу мүмкін деді інісіне. Өзінің сақтана білетінін де аңғарды. Әлденені айта алмай Шоқырдың қипақтап отырғанын байқап та қалды. Тағы нең бар? Жасырмай айт деді даусын жұмсартып. Барар жерімізді байқап қайтайын деп кеше нөкерлеріммен Талғар деген тауға дейін барып қайттым. Қабыш деген қазақтың осы күзде ұзатқалы отырған қызы бар екен. Ай десе аузы, күн десе көзі бар, ойпырмай әдемісіне деді. Шоқыр ағасының бетінен көз алмай, ағасы сыры бермей сазарып тыңдады. Жігіттердің бәрі қызықты деп еді, қасын қағып жіберді. Маған алып кел оны деді шорт кесіп. Әке-шешесін жылатып, екі ағасын екі жаққа сұлатып, Шоқыр оны ертесі-ақ тартып әкелді. Қыздың сұлулығын көргенде Қонтайшының тілі де байланып қалды. Әрі жылап, әрі шошыған көзі шарасынан шыға жаздап тұрған қыз атып келе жатқан таңдай айрықша әдемі еді. Су мүжіген көлдің тасындай жұмыр иегі дірілдеп, жұтынған тамағы жел қуған жұқа толқындай үлпілдейді. Таңданғанынан Қонтайшы құлап қалар ма екен деп қорықты. Тағаты кеткен батыр сыртқа шық, айналаны өзің бақыла деді Шоқырға. Соққыдан есін жиған екі ағасы да сол кез үй қасына жеткен. Апалаған, ағалаған аянышты дауысты естіп, екеуі де Шоқырдың жігіттерімен жағаласа кетті. Қамшыдан басқа қару жоқ, екеуі босағаға да жете алмай жер қапты. Жабыла кеткен қалмақтар аяқ қолын байлап, аулаққа алды да кетті. Қонтайшы өлгенде көретін жұмақты тіршілігінде көрді. Аппақ дененің арбауында есінен айырылғанда адамша қайта аймалай берді. Күн арқан бойы көтерілгенше төсегінен тұрмады. Қызға көрпесін ашып та қарады.
жауап та қарады. Көзі тоймады. Қап-қара қос өрім, шаш аппақ төсін тайғанап біресе төмен сырғиды. Біресе мойынға қарай жылжиды. Өртейді, күйдіреді. Бәрін ұмыттырады. Далада, сыртта өмір жоқтай езуретеді. Өзге өмірдің жоқ екеніне, бар болса өмір дейтіндей өмір емес екеніне Қонтайшының көзі қазір жеткендей. Алтыным деді ақырып. Атың кім? Қыз айтпады. Атың кім деді қайталап. Тағы айтпады. Тағы сұрады ентігіп. Атың кім? Айтқаныңның бәрін орындайын. Атыңды айтшы жаным. Ұмсын. Ол не деген сөз? Ұмтыл, жет деген сөз. Жақсы екен, ұмтылдым, жеттім. Енді не бұйырасың? Үйіме жібер. Жоқ, жібере алмаймын. Жаңа ғана айтқаныңның бәрін орындаймын дегенсің. Дегем, өліп өшіп жақсы көріп жатқанда еркек не демейді? Қазақтың ханы екі сөйлемейді, екі сөйлегенде өлім санайды. Мен қазақтың ханы емеспін, қалмақтың Қонтайшысымын. Біз қатынның айтқанын істемейміз, қатынға айтқанымызды істетеміз деді. Мен сенің қатының емеспін, қатының болмағанда нен қалды? Түнімен қойнымда жаттың. Тәнім жатқанмен жаным жатқан жоқ. Қатынның жаны тәні, тәні кімдікі болса жаны да соныкі. Ұмсын үндемеді. Қонтайшы тағы құшағына тартты. Сен менің ең сүйікті қатыным боласың. Қанша қатының бар? Қонтайшы естімеген адамша ентелей берді. Қанша қатының бар деді Ұмсын қайталап. Сен 9-шысың. Өтірік айтты. Ұмсын шыққаны шошып үстінен Қонтайшыны аударып тастады. Сонша қатының саған не керегі бар? Қатының болмаймын, мені үйіме жібер. Қызықсың, боларсың, болды. Бояуың сіңді, қыз емес қатынсың. Сенің қасында түнеп шыққаныңды бәрі естіп алды. Соларға күлкі болмақсың ба? Енді сені дәл-менде ешкім жақсы көре алмайды. Ақмақ болма. Қазір әке-шешеңе адам жіберем. Айтқандарыңның бәрін орындаймын. Сені алам. Адам арын сақтау үшін өледі. Арын сақтау үшін өмір сүреді. Алайда жан сақтау үшін кейде ары төгіледі. Өмірді өтіп сақтамасқа лажы болмайды. Ұмысынды Қонтайшы сонда жағдайға жеткізді. Ар ұятыңды күштіден қорғаудың екі-ақ жолы бар. Не қолында өлу, не қорығына көну. Қазақ ауылы екеуінде бастан кешті. Өлгендер өлді, өлмегендер төзді. Кешкісін алып кеткен қыз бен келіншекті қалмақтар таңертең есігінің алдына келіп домалата салады. Жердің кіріп кететін тесігін таба алмаған соң, тезек қапша теңкиіп жата бермей, тірі пенде аяқ қолын жинап, үйіне кіріп жасырынады. Еркек жанын қиып өлсе, әйел арын төгіп тірі өледі. Соғыстың сан түрлі қиындығының бір түрі жауды асырау. Жау жұттың ең ауыры. Малыңды айдап әкетеді, азығыңды аузыңнан жырып әкетеді. Қорғансаң қылыштан өлесің, қорғанбасаң намыстан өлесің. Қайда барсаң да қорқыттың көрі, күштіге әлі жетпеген ел тек кек сақтайды. Ал кек болашақ соғысымен өзара жауласудың басты себебі. Ұмысынды өліп өшіп ұнатқан Қонтайшы үйден ұзап шықпайтын. Шықса үйге оралып кіре беретін. Үй күшікке айналды. Оның бұл қылығынан өзгеден бұрын өз інісі Шоқыр шошыды. 3 күн аялдадық деген Қонтайшы сатыда жұртты сарғайтып жарты ай жатты. Айта алмай, бата алмай жүріп ақыры Шоқыр шыдамады. Ұмсын қалмақ шаны ұқпайтындықтан екеуі еркін сөйлесті. Жұрттың шыдамы таусылып, қырғыз бен қазақ қамданып қоятын болды деп қауіптеніп жатыр деді Шоқыр ағасын ашуландырып алмауға тырысып. Я деп ағасы мойындай кетті. Жолға дайындалайық, айтқаным есіңде ме? Қазақты қыра бергенше тұтқынға ала бер. Олардың өлгенінен қалмақ көбеймейді, ал көбеймесе қалмақ күшеймейді. Қатынға бала таптырудан басқа да көбеюдің жолын ойлайық. Айдап апарған қырғор тұтқынды әр тайшыға бөліп берсем, ол өзінің билігіндегілерге тағы таратып берсе, 10-15 жылдың ішінде қазағы қайсы,
қалмағы қайсы екенін ажырата алмай қалмаймыз ба? Сондықтан мүмкіндігінше жігіттер мен жас балаларды тұтқындай бер. Басқа жетпесе де арқан жетеді. Қашып кетпейтіндей тұсап тастаса оларды. Оны орындаймыз. Мына қасында отырғанды қайт дейсің? Қасында қала бере ме, апарып тастайын ба? Қала береді. Қатынымды қайда апарып тастайсың? Шоқыр жым болды. Түсінді. Батыр Қонтайшыға қазақтың асы жайлауы да ұнады. Кең малға да, адамға да қолайлы жер. Сол жағы қарағайлы тау, оң жағы шалғынды тау, ауасы салқын, суы таза. Қонтайшы өзінің мұншалық марқайтқан кезеңді бұрын соңды басынан кешкен емес. Әлем төңкеріліп астына түскендей, жер мен көктің билігі бір өзінің қолында. Иек қақса болды, бәрі орындалып жатыр. Алып кел дегенін алып келеді, өлтіріп кел дегенін өлтіріп келеді. Ой мен қырда қыбырлап жүрген бүкіл жан жануардың тағдырын бір өзі шешеді. Әкесі Қарақалда мұндай бақытты басынан кешкен емес, тіпті бұлай өмір сүруге болатын ойына да келмеген шығар. Есі барлар мұнымен ерегісіп жауы болғанша жөнге келісіп жақыны болмай ма? Әлі жетпей қырылғанша жанын сақтап тірі қалмай ма? Адамның жанынан қымбат не бар бұл дүниеде? Соны да білмейтін бұл сорлыларды қырып салғаннан басқа сауап та жоқ секілді. Күшті екеніңді біліп тұр, көп екеніңді көріп тұр, шамасы келмесе де шайқасқысы келеді. Әне бір әумезер қазақты қара. Қараның бүкіл жазығына бір өзі ие немедей елу мың қолға жалғыз өзі қарсы шапты. Аман қалмайтынын біліп тұрып сөйтеді. Ақыры не болды? Айдалада өлді де қалды. Оның қалай өлгенін, қайда өлгенін көріп тұрған бір қазақ жоқ. Сонда не үшін өлді? Бір өзі қалың жауға қарсы шапқан жын деді-ау. Дейтінде бір куәсі жоқ. Не деген ақмақ өлім. Қазақтың кең жайлауын көсілте таптаған Қонтайшы қай-қайдағы сан салалы ойға кетті. Ойға сап қараса, артында атағың қалса, ол да өміріңнің өзінше бір жалғасы. Осы жолы қазақ пен қырғыздай ата жауын бір жола бағындырып берсе, мұны қалмақтар қалай ұмытады? Ұмытқысы келсе де ұмыта алмайды. Мұны ұмыта алмайтын сол қалмақты сақтап қалу мұның ең басты міндеті. Өйткені жер бетінде қалмақ бар да, бұл олардың есінде қалады. Сол үшін әрине өлген тірілгеніне қарамай соғысуға болады. Ал әлгі әумесер қазақ, ойпырмай, сол әумесер есінен неге шықпай қойды? Осыда аялдап жатып қызыққа батқан Қонтайшы қыдырып барып талғар шоқысын көргенде тіпті таң қалды. Қандай көрікті жер! Талғар шыңы ешкімге бас игісі келмейтінін тап Батыр Қонтайшының егізінде. Кеудесі асқақ, бітімі тәкаппар, көк аспанның өзімен ғана сөйлесетіндей оқшау, түбіне көз жетпестей құс терін шатқалығандай басыңды айналдырады. Шоқыр, ертең аңға шығайық деді Қонтайшыны екі иығын қомдап. Жол білетін бір қазақты тап, ұмысынға да ат әзірле. Қонтайшының ойынша аңшылық адамға өлтіруді үйретеді. Оған еркек атаулының көбі құмар. Құмар еместер қар ұстай алмайтындар мен қар ұстағызы келмейтіндер. Қар ұстай алмайтын еркек өзін де елін де қорғай алмайды. Ертесінде Қонтайшы бір кісідей мерген екенін дегенде-ақ дәлелдеді. Осы араның әйгілі аңшысы Жұмағазы деген жігіт топ арқардың өкпе тұсына бастап әкелгені де сол еді. Сезіп қалған сақ жануарлар сатыр күтір үрке жөнелді. Қорам сағына қол салып үлгерген Қонтайшы садақты ат үстінде тұрып тартты. Құлжаның соңынан дүркірей ілескен қалың арқар қос жартастың қыспағына сыймай, 4-5-еуі айналма жол іздеп бұрыла бергенде бір арқар алдыңғы арқардың бөксесіне соғылып, басын кек житіп, сәл бөгеліп қалды. Зулаған жебе сол сәтте қылта мойнынан қадалды. Қонтайшы бастаған топ тұра шапты. Ұмсын мен Жұмағазы ғана жон үстінде оңаша қалды. Сені мына құзға қолта салсам ба екен дейді Жұмағазы жек көріп тұрғанын.
жасыра алмай. Не үшін? Қалмақтың қойнынан жатқаның үшін. Шамам жетсе, мен де сені сол қызға құлатып жіберерем. Не үшін? Қалмақтың айтқанын істеп, аңға алып шыққаның үшін. Енді одан аңды аяймын ба? Мен де сен сияқты аямадым. Шамам жетпеді. Мұсылман болған соң, өзіме өзім қол жұмсап, арам өлгім келмейді. Батыр болсаң қане, осы арада өлтіре салшы мені. Өйтсең қазір қонтайшы келеді де сені өлтіреді. Соны білгендіктен мені өлтіруге қорқасың сен, ақымақ. Мені аяғандықтан емес, өзіңді аяғандықтан солай ма? Менің де жағдайым сенікіндей. Жұмағазы сілейіп тұрды да қалды. Жұмған аузын аша алмады.